Бұл жағдай Мадридте 2019 жылы белгілі Вентас ауданында болды. Оның жанында Испаниядағы ең үлкен және сыйымдылығы бойынша әлемдегі үшінші Лас Вентас орналасқан. Бұл көрікті ауданда 20 жылдан астам уақыт бойы Гомес Санчес отбасы өмір сүрді. Әкелері ұста болған, бірақ 2008 жылы ол қатерлі ісіктен қайтыс болды. Анасымен Мария Санчес екі баласымен, олар 11 жасар Мигельмен және 9 жасар Альбертпен жалғыз қалды. Олар үшін әкесінің өлімі ауыр соққы болды. Мария үшін де екі кішкентай ұлымен жалғыз қалу оңай болған жоқ, және біраз уақыттан кейін оның алкогольмен проблемалары мен депрессиясы басталды. Бірақ әйел отбасының бірге болуы және екі ұлдың да қатарластығының деңгейінде оқып, дамуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Оларды білетіндер Альберттің өте сүйкімді және көпшіл бала болғанын, бірақ сәл ұялшақ және тұйық екенін айтатын. Алайда 13 жасынан бастап ол үйге проблемалар әкеле бастады. Бәрі тыйым салынған заттарды қолданудан басталған. Осыған қарамастан ол жақсы оқыды. Және жалпы алғанда оның мінез құлқы өзгерген жоқ. Ол сабырлы болуын жалғастырды. Бірақ оның әлемнен оқшауланғаны байқалатын. Ол бухгалтерия мен қаржыны оқи бастаған, және де еуропалық университеттер арасында студенттермен алмасуды ынталандыратын Erasmus бағдарламасының стипендиясын алды. Осылайша Альберт Грекияға оқуға кетті. Онда шамасы ол ауырлау заттарды қолдана бастады, және көп ұзамай нағыз проблемалар басталған. Үлкен ағасы Мигель бұдан былай анасымен бірге тұрмайтын. Ол бөлек шығып, өзінің қызымен бірге тұрды. Алайда оған Грекияға баруға тура келді. Өйткені Альберт Афина қаласында жоғалып кетті. Мигель ағасы туралы барлық ақпаратты жинап, Альбертті іздеп көптеген жерлерді аралады. Ақыры оның достарының бірі Альберттің Испания елшілігінде екенін хабарлап, оған шабуыл жасалып, барлық заттарын ұрлап кеткенін айтқан. Сол кезде Мигель елшілікке келді. Альберт шынымен де сонда екен. Алайда елшілік өкілдері тонау болмағанын мәлімдеді. Және Мигельдің айтуынша, оның ағасында галлюцинациялар басталып, ол қиял әлемінде өмір сүрген. Сондай-ақ Альберттің достарының бірі оның өмірі Грекияға келгеннен кейін өзгергенін растады. Альберт өзінің каннибал болуға арналған затты байқап көргенін және косовалық албандармен достасқанын, солардың кесірінен әртүрлі қиындықтарға тап болғанын айтып берді. Грекиядан оралғаннан кейін Альберт анасымен тұруға қалды. Ал Мигель өзінің күнделікті тіршілігіне қайта оралды, және ол отбасымен тым қатты байланысты орнатпады. Бірақ Мария ана мен оның ұлының арасындағы қарым-қатынастар ең жақсы емес екенін білді. Альберт оқуға барды және біраз уақыт даяршы болып істеді. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Онда галлюцинациялар басталды. Ол басында дауыстар еститінін айтты. Депрессиялық алкогольге тәуелді Паркинсон ауруы басталған ана мен заттарға және алкогольге тәуелді ұлдың үйлесімін ескерсек, көп ұзамай қиындықтардың туындағанын елестету қиын емес. Үйде жиі ұрыс-керіс болатын. Көршілердің айтуынша айқай-шу үйреншікті жағдай болған. Кейбіреулер анасы мен ұлы бір-біріне күш қолданғанын айтты. Мария өте арық болатын, шамамен 40 килограмм, және жиі денесінде көгерген іздермен жүретін. Оның таныстары оның дүкенге итпен серуендеуге немесе барға барған кезінде денесінен жарақат белгілерін байқауға болатыны растады. Тіпті оның иығынан бетіне дейін. Бірақ Мария әрқашан бұған ұлының иті кінәлі екенін айтатын. Өйткені ол қарғыбауға шалынып, құлап қалатын. Ол үйде шын мәнінде не болғаны туралы өте аз мәлімет белгілі. Бірақ өзінің 66 жасында Марияның әлде қайда үлкен көрінгеніне қарағанда жақсы ештеңе болмаған. Және де оның үлкен ұлы бәрін ретке келтіру үшін анасының үйіне баруға мәжбүр болатын. Шын мәнінде қайғылы оқиғаларға дейін Альберт анасына дұрыс қарамағаны үшін бірнеше рет сотталған, және оған жақындауға тыйым салынған болатын. Біраз уақыттан ол туыстарының, достарының үйінде немесе тіпті көшеде өмір сүрді. Бірақ соңында ол тыйымдарды бұзып үйге оралды. Үйдегі құлыптар ауыстырылғанына қарамастан, әйел оны әрқашан ішке кіргізетін. Өзінің үлкен ұлына және олардың проблемалар туралы білетін басқа адамдарға ол ақыр соңында бұл менің ұлым, не істей аламын дейтін. Соңғы жылдары Альберт
психиатриялық көмек алу үшін 3 рет ауруханаға жатқызылады. Онда оған дәрі-дәрмектер жазып берілді. Ауруханадан шыққаннан кейін Альберт таблеткаларды қабылдап жүргенде тыныш кезеңде болды. Бірақ ол дәрі ішуді тоқтатқан кезде проблемалар қайтадан басталды. Ауруханаға жатқызулардың бірінде оған қудалау маниясы диагнозы қойылған айтылды. Бірақ ол әрекетке қабілетсіз деп танылмады. Альберт дауыстарды кейде таныс адамдардың, туыстарының және тіпті танымал тұлғалардың дауыстарын еститінін растады. Көршілер оның мас күйінде немесе үйсіздердің ортасында заттарды тұтынып жүргенін көргендігімен байланыстыратын. Олардың кейбіреулері оның бұзылысы бар екенін алға тартты. Басында бәрі жақсы, бірақ кенеттен ол өзгеріп сала беретін. Осындай сәттердің бірінде Альберт анасын өлтіргісі келетінін айтқан. Бірақ бұған ешкім назар аудармаған. Кейде Мария үлкен ұлына Альберттің жағдайын айту үшін қоңырау шалатын. Мұндай соңғы сөйлесу 2019 жылдың қаңтарында болды. Сонда Мигель анасының тағы да Альберттің үстінен шағымдану үшін қоңырау шалып тұрғанын түсінді. Мигель ағасы мен анасының арасындағы жанжалдарға ешқашан куә болған емес. Бірақ Марияны ұлының үйге оралуы әрқашан рұқсат бергені үшін айтып, оның сыбайлас қатысушы деп атады. Бірақ дәл осы уақытта 2019 жылдың қаңтарында отбасының көршілері іске қатысты маңызды жанжалдың болғанын айтып берді. Таңғы сағат 6-да бүкіл ғимарат айқай мен шыңғырудан сілкініп кеткен. Біраз уақыттан кейін бәрі әдеттегідей тынышталды. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Көптеген көршілер сол күннен кейін Марияны итпен де, дүкеннен де, бардан да көрмегендерін айтты. 2019 жылдың 21 ақпанында Марияның көршісі әрі құрбысы полицияға хабарласып, оны бір ай бойы көрмегенін және оның телефонмен арқылы байланыс аламағанын мәлімдеді. Полицияға әйел өзінің қатты уайымдайтынын және бір нәрсе болуы мүмкін екенін айтты. Өйткені Марияның ұлында проблемалар болған және ол сол сәл оғаш еді. Дәл осы күні Вентас ауданындағы Франциско көшесіндегі номер 50 үйге патруль жіберілді. Полицейлердің сотқа айтқандарына сәйкес сағат 15:30-да олар бірінші қабаттағы есікті қақты. Бұл олардың мекен жайға бірінші рет келуі емес еді. Көп ұзамай 26 жасар Альберт есікті ысырмасы арасынан қарады. Полиция қызметкерлері оның есікті ашуын талап етті. Ол мұны орындап, содан кейін дәліз бойымен үйдің түпкі жағына қарай қашып кетті. Одан қайтып келуін өтінді және ол бағынды. Полицейлер одан анасы туралы сұрады. Бұған Альберт оның үйде екенін айтып жауап берді. Қызметкерлер үйге кіріп Марияны іздей бастады. Бірақ олар өздерінің тапқан нәрсесіне дайын болмады. Барлық жерде ретсіздік, кір және қызыл іздер болды. Екінші бөлмедегі төсекте дененің кейбір бөліктері жатты. Және де оның ас бөлмеде қалған бөлшектері. Ал тағы бөлігі қазанда болды. Полицейлер бірден көмек сұратты. Көп ұзамай дәл осы мекенжай бойынша 9 полициясы машинасы келді. Альберт үйде тағы біреудің болған-болмағанын сұрағанға дейін ол үнсіз әрі сабырлы болып қалды. Содан кейін ол анасымен ұрсып қалғанын, осыдан кейін анасы таңғы ас дайындап жатқанда оның сыртынан келіп есеп айырысқанын айтып берді. Полиция оның жасаған ісі туралы бейне бір санасы басқа жерде жүргендей егжей-тегжейлі баяндағандағы сабырлығына таң қалды. Ол арамен қалай әрекеттенгенін және өзінің Коки есімді итімен бірге ет кесектерін қалай жегенін айтып берді. Кейбіреулері пістірілген, ал кейбіреулері шикі болған. Полиция қызметкерлері үйді тексеріп, шығып, бұрын-соңды мұнда ештеңе көрмегендерін айтты. Шикі ет кесектері бүкіл пәтерде болды. Ол пластикалық контейнерлерге салынып, шкафта, душта тіпті тоңазғышқа сақталған. Және де тәжірибелі полицейлер Марияны қалған қалдықтарын жүректері айнығандықтан үйден далаға шығуға тура келді. Оқиға орнын мұқият тексеру кезінде сарапшылар араланған 1000-ға жуық кесекті қалпына келтірді. Ішкі мүшелері және де еш жерде болған жоқ.
Сондықтан оларды ғимараттың жанындағы қоқыс жәшіктерінен іздеуді ұйғарды. Олар сол жерден қара қоқыс қабынан табылды. Сондай-ақ үйден ұсталық ара мен көптеген үлкен өткір пышақтар табылды. Кейбір нұсқалар бойынша Альберт бәрінің 15 күн бұрын болғанын растады. Көрші әйелдердің бірі бұқаралық ақпарат құралдарына бәрі анықталғанға дейін бір күн бұрын Марияны көргенін айтқанымен, әрине Альберт бірден ұсталды және Мадрид полициясының бас штабына жіберілді. Бірақ ол жауап беруден бас тартты. Соның кесірінен оны Тетаундағы полиция бөлімшесіне апарды. Онда ол болған оқиға туралы мүлдем сабырлы түрде айтып берді және өзінің Кок есімді иті үшін алаңдайтынын айтты. Оны тергеген полицейлердің сөзінше, ол үшін бұл үйреншікті әңгіме болған. Одан себебі туралы сұрағанда, ол анасының оның өмірін төксізсіз еткенін айтты. 2 күннен кейін Альберт сот алдына келді. Мадрид қаласының нөмір 7 сотының судьясы Альберттің алдын ала қамау түрмесіне жіберілетін белгілі болды. Альберт Содо-дель Реал түрмесінде ұсталды. Жігіт палатада үнемі күзет астында болып, сабырлы күйде қалды. Жігіт мінез-құлқымен ерекшеленетін тұтқындар, егер қандай да бір оғаш қылық байқалса, хабарлау үшін суицидке бейімділігі бар деп болжағандарды бақылап отырды. Бірақ Альбертте ешқашан мұң немесе өкініш білдірмеді. Оның камерасында теледидар, радио, кітаптар мен ұялы телефон болмады. Бірақ ол кітапханадан ештеңе сұрамады да. Ешқандай курстарға да жазылмады. Ол ешқандай эмоция көрсетпеді. Таблеткалардың әсерінен босаңсыған күйде болды және күн сайын оны жарты сағатқа аулауға шығаратын. Онда ол жай ғана жүретін. Кейінірек 2021 жылы испандық газет Альберттің досына жазған 2 хатын эксклюзивті үзінділерін жариялады. Әр жолы оянып орнымнан тұрғанда маған бұл бір қорқынышты түс сияқты көрінеді. Не істелді, сол істелді. Мен өмір бойы мұңаятын боламын. Бәрі болған кезде бұл мен емес едім. Менде психикалық ауру бар. Бұл маған сотта көмектеседі деп үміттенемін. Хаттарында Альберт өзінің ұзақ уақыт бойы нашар күйде болғанын және бұдан жасырыну үшін заттарды қолданғанын, ұзақ уақыттан бері дауыстар еститінін және галлюцинация көрінетінін, мұның бәрі оның өміріндегі ең жаман жағдайға алып келгенін айтты. Достарына жазған хаттарында Альберт барлықтарыңыздан және аналарыңыздан кешірім сұраймын. Мен өз анама жасағандай бәріңізге көп жамандық жасадым. Мен бұл жерде өмірдің рахатын көріп жатқан жоқпын. Соттан кейін мені психикалық ауруханаға жібереді деп үміттенемін деп жазды. Көптен күткен сот 2021 жылдың сәуірінде Мадридтің сотында басталды. Онда Альберттің болашағы шешілді. Прокуратура 2019 жылдың 27 қаңтары мен 21 ақпан аралығында күндердің бірінде жанжалдан кейін айыпталушы жәбірленушіні ұстап алып, содан кейін төсекке ұсталық ара мен ас үй пышақтарын әкеліп, қорқынышты істі жасай бастаған мәлімдеді. Прокурор 15 күн бойы оның бүкіл үй бойынша пластикалық контейнерлерде сақталған осы ет кесектерін жегенін мәлімдеді. Қалдықтардың кейбір бөліктері қоқыста табылған. Прокуратура кісі өлтірген үшін 15 жылға бас бостандығынан айыруды және денені қорлаған үшін тағы 5 айды. Сонымен қатар ауырлататын мән-жайларды сұрады. Сондай-ақ үлкен ағасы Мигельге 90 мың еуро өтемақы талап етуді. Альберттің қорғаушысы айыпталушылардың психикалық ауытқулары бар екені және оқиға орын алған сәтте өзінде болмағанын алға тартты. Психикалық бұзылысты ескере отырып 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру сұралды. Сотта сөйлеген сөзінде Альберт сол күні оның жүйкесі сыр бергенін, сол уақытта оған анасымен есеп айырысуды бұйырған туыстарының, достарының және танымал адамдардың дауыстарын естігенін растады. Альберт ештеңе есімде жоқ екенін алға тартты және соңында өзінің қатты өкінетінін, күн сайын мазасыздықпен оянып, анасы туралы көп ойлатынын және өзін мүлдем қайғыдан күйрегендей сезінетінін айтты. Алайда, қылмыс орында болған немесе Альберт ұстаған полицейлердің айғақтары оның қамауға алынғаннан кейін болған оқиғаны өзі айтып бергенін, демек бәрі есінде екенін көрсетті. Қорғаушы тарап үлкен ағасы Мигельдің
өз айғақтарында психикалық ауру туралы теорияны қолдағанын мәлімдеді. Сондай-ақ Мигель ағасы мен анасының арасындағы нашар қарым-қатынастың әкесі қайтыс болғаннан кейін анасын депрессияға түсіп іше бастағанда ушыққанын айтты. Альберт анасын жесірлік бойынша жәрдемақыны алкогольге жұмсады, ал оған ақша бермеді деп кінәлайтын. Ол ағасының өте жақсы оқығанын, бірақ заттарды қолдана бастағанын және 16 жасында дауыстар ести бастағанын. Ал ол Erasmus бағдарламасы басталғаннан кейін одан да көп қолдана бастағанын және галлюцинациялардың күшейе түскенін растады. Сондай-ақ Мигель Альберттің психикалық ауруханаларға көп рет жатқызылғанын, оған психоз диагнозы қойылып, таблеткалар жазып берілгенін, бірақ оның оларды қабылдағысы келмегенін растады. Полиция өз кезегінде Марияның үйінде көрген қорқынышты көрініс туралы айтып берді. Қызметкерлердің бірінің айтуынша, Альберттің аузының шеттерінде кеуіп қалған қан және тырнақтарының астында ет қалдықтары болған. Қорқынышты бөлшектер де аталды. Мысалы, жүректің сөредегі контейнерден шанышқымен бірге табылғаны, немесе Альберттің шикі ет жегенін, ал кейде оны пісіргенін, сондай-ақ мұнымен итін тамақтандырғанын өзі айтып берген. Полиция оның заттардың әсерінде болғаны туралы белгілердің болмағанын қосты. Ал сот медициналық сарапшылары анасының ДНК-сы Альберттің аузынан табылғанын растады. Отбасының көршілері тұрақты жанжалдар туралы айтып берді. Куәгерлердің бірі Мария үшін қорыққандықтан бірде әйелдерге көмек көрсету қызметіне қоңырау шалған айтты. Онда оған ештеңе істей алмайтындарын айтып жауап берген. Өйткені олар әйелдерді өздеріне нашар қарайтын балаларынан қорғамайды. Сондай-ақ көрші әйел Альберттің түрмеден оған хат жібергенін айтты. Онда ол жасаған ісіне өмір бойы өкінетінін айтқан және өзінің Коки есімді иті туралы сұраған. Ол Мигельдің Альберттің Грекиядан басқаша болып оралғаны туралы сөздерін қолдады және денсаулық сақтау жүйесін психикалық ауру адамдарға көмектің жоқтығы үшін айыптады. Басқа маңызды айғақтарда ұсталғаннан кейін бірден және ол түрмеде болған бүкіл уақыт бойы Альберттің айналасында бастаған сот сарапшылар мен психиатрлар берді. Барлығы Альбертті психоз симптомдарының болмағанын және ол ешқашан оларға дауыстар естігенін және галлюцинация көргенін айтпағанын, тіпті заттарды қабылдаған кезде де айтпағанын растады. Мамандардың пікірінше Альберт біраз уақыт бойы мұның бәрін жасау туралы ойланған. Марияның арқасы қатты ауыратын, оған мүгедектік бермейтін. Сол күні Альберт мұны жақсы сәт деп шешкен. Кейін ол мәйітті лақтырып тастау ырымшылдық болады деп ойлаған. Психиатрлар эмоцияны жоқтығына таңғалды және олар оның ешқандай психикалық бұзылыстан зардап шекпегенін алға тартты. Сонымен қатар олардың айтуынша ол алкогольге де заттарға да тәуелді болмаған. Дегенмен олар уақыт өте ауруханада оған тұлғаның бұзылуы, қудалау маниясы және паранойя диагнозы қойылғанын, сондай-ақ оның психопат пен нарцист болған ескерді. Бұлардың ешқайсысы ақыл-ой қабілеттеріне әсер етпейді. Сарапшылар оның не істегенін толық түсінгенін мәлімдеді. Өйткені олардың айтуынша ол жаман мен жақсыны ажыратады, тек оған бәрібір болған. Сот 2 аптаға созылды. Альберт мүлдем сабырлы күйде қалды. Үнемі дерлік төмен қарап, ештеңеге жауап бермеді. Соңғы бірақ отырыста ол бүкіл отбасынан, ағасынан, барлық әйелдерден және барлық аналардан кешірім сұрау үшін сөз сұрады. Өзінің қатты өкінетінін айтты. Дегенмен бірнеше минуттан кейін ол анасымен қарым-қатынасының азды көпті жақсы болғанын, бірақ анасы оны ауру деп атауды тоқтатпағанын және бұл оны мазасыздандырғанын қосты. 2 күндік талқылаудан кейін судья Альберттің қылмыс жасаған күні, сондай-ақ ол табылғанға дейінгі күндерді де есі дұрыс болғанын анықтады. Ол кінәлі деп танылды. Прокуратураның өтініші мақұлданды және 2021 жылдың 15 маусымында Альберт Санчес Гомес болды. 15 жыл мен 5 айға бас бостандығынан айыруға кесілді. Оның ағасы 60.000 еуро өтемақы тағайындалды.
Қорғаушы тарап Мадридтің жоғарғы сотына апелляция берді. Бұл істі зерттей келе, өкінішке орай қоғам, дәрігерлер және отбасының жақындары байыпты қабылдамаған көп деген мазасыз белгілерді байқауға болатын еді. Мысалы, әкесінің ерте қайтыс болуы, заттарды тұтынуы, немесе Альберт пен Марияның жиі жанжалдары. Мүмкін егер жігітті мәжбүрлі түрде ауруханаға жатқызғанда, немесе анасына жақындауға тыйым салуды сақтау мәжбүрлегенде, жағдай басқаша шешілер ме еді. Бірақ біз мұны енді ешқашан біле алмаймыз. Осындай ауыр істен кейін көңіліңізде не қалғанын міндетті түрде пікірлерге жазыңыздар. Маған оқу қызықты болады. Және келесі видеоға дейін қарағандарыңызға рахмет.